Достар, бүгін сіздермен приправа дайындайтын боламыз. Яғни бізге керегі морковь, помидор, қышқыл жасыл алма, тәтті бұрыш, чеснок және ащы қызыл бұрыш қажет. Барлық өнімдерді жуып тазалап, артық жерлерін алып тастаймыз. Помидорды ортасынан бөліп, еттартқыштан, яғни мясорубкіден өткіземіз. Помидорымызды мясорубкіден өткізіп алғаннан кейін приправа жасайтын ыдысымызға ауыстырамыз. Осылай барлық өнімдерді кезек-кезек әрқайсысын бөлек ыдысқа мясорубкіден өткізіп аламыз. Бізде морковь, жасыл алма, тәтті бұрыш, қызыл бұрыш, чеснок және помидор. Отымызды жоғарғы көлемге қойып, помидорымыздың үстіне жасыл алмамызды салып араластырамыз. Келесі араластырып болғаннан кейін үстіне тәтті бұрышымызды саламыз. Тәтті бұрышымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне морковьті, яғни сәбізді салып, барлығын толықтай біркелкі етіп жақсылап араластырамыз. Барлық өнімдерімізді араластырып болғаннан кейін үстіне мясорубкіден өткізілген ащы қызыл бұрышымызды қосамыз. Қызыл бұрышты қосқаннан кейін отымыздың астын баяулатып 45 минут үздіксіз араластырып қайнатамыз. Приправамыз қайнағаннан кейін үстіне құятын соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі уксус, тұз, чеснок, шекер және сұйық май. Қайнаған приправамыздың үстіне уксусты құямыз, шекер саламыз, тұз саламыз, сұйық май саламыз, чеснок саламыз. Чеснок салғаннан кейін барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып, тағы да 15 минут қайнатамыз. Сол 15 минут қайнатып болғаннан кейін банкілерімізді жуып, содамен стерилизовать етіп дайындап қоямыз. Банкімізге құямыз, ыстықтай бетін крышкамен жақсылап жабамыз. Бұл рецепт өте жақсы шығады және асқазаны ауыратын адамдарға жеңіл болып саналады, қыста ұзақ сақталады. Жасап көріңіздер, рецепт ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжан.